Әңгіме: Алапар мен Динго. Төбеттерде бажа көп деуші еді. Алапар басқалармен бажа болғысы келмеді. Оның ерлігі де, қорлығы да содан басталды. Бірақ айлық күшік басымен арыстанның өлекшініне ұқсас, аяқтары бағылғадай, тырнақтары ордақтай, қодас сынды жүндес, желкесінде жалы бар ерекше тұқым екен. Оны сонау бұрылтаудан алып келген Мұсатай мақтауын жеткізбей жатыр. Бұл австриялық жабайыттердің тұқымы. Дикая собака Динго дегенді естігендерің бар ма? Соның заузаты. Отағасы қаһарман Дикая собака Динго тұрмақ Австралия әлемінің қай тұсында екенде ұмытыңқырап қалған. Қайдан білсін? Кім біледі дей салды Мұсатай інісіне. Бір дәуреттің күшігі болса қарастырып жүрші деп о басында тілек айтқан өзі еді. Енді шүбәлі. Өзгеше пошымдағы күшікті көріп немелері Жако мен Илико қуанып алыстан келген қонақтың ары жағынан бері жағынан шығып шыр айналса да, отағасы бұл сыйлықты құлықсыз қабылдады. Жако мен Илико жас күшікке сүт беріп, түннен қалған еттің сорпа суын, сүйек саяғын беріп, шешелері ұл тапқандай қуанып жүр. Төбет пе қаншық па деді отағасы. Төбет, өзіңізде де бар ғой, бұл қаншық деді Мұсатай, маңдай шашы селдірей бастаған басын сипап қойып. Отағасының бұл базарлыққа аса қуана қоймағына іштей ренжіп қалған тәрізді. Қақа, ит жеті қазынаның бірі деген емес пе? Бұдан әлі пайда көресіз. Қандай пайда деді отағасы кекесінде жымиып. Мұның пайдасы көп. Кейін күшік дегенде көресіз. Әр күшігі бір құнан қойдың бағасындағы артық болмаса кем болмайды. Деді отағасы. Енді мына пайғамбар жасына келгенде базарға барып, сарттарға ұқсап күшік сатып отырғаным қалып еді. Несі бар? Нарық заманы, қақа. Абай айтқан, есе көтін жусаңда мал тауып кел деп. Атын не қоясыз? Майлаяқ па, малсақ па, бірдеңе болар. Жоқ, қақа, бұл асыл тұқым. Аты затына сай ерекше болу керек. Майлаяқ, малсақ, бөрібасарлар толып жатыр. Оның атын Динго қояйық. О не дегені? Ол қалай десе болады? Жабайыдан жаратылған дегені ғой. Қасқыр дегенші. Бір мәстек қасқыр өзімізде де бар. Байлап әрең ұстап отырмыз. Көршілердің тауығын қырып салады. Мына көрші қылжақбастың қозысына ауыз салып жатақ боп қала жаздаған жоқ па? Етің тый, әйтпесе өлтіреміз деп ағайындармен араздасып болдық. Алапар десе алапар атаңа нәлет. Мал қораның түбінде жатқан алапар өз атын естіп, шынжырын салдырата түрегеліп шұнақ құлағын тікшитті. Бөтен күшікті айналып толған жатқан балаларды отағасының оның қасына Мұсатайды көріп шолақ құйрығын шошаңдатты. Өзіне ешкім назар салмай, бәрінің ықыласы дүрдиген дудар күшікке ауғанына қызғанғадай қыңсылап жіберді. Жүр алапарға таныстырайық деді Илико. Талап тастамайды ма деп күдіктенді Жако. Алапар талаған жоқ. Дудар күшікті басынан құйрығына дейін искелеп еді. Динго әуелі қорықса да, алапардың жаулық мінезін танытпағанын байқап, қалың шығарып, оған ерекелей бастады. Алапар иттердің ерегі желіседі. Оның үстіне құйрығы шолақ, тұтамға толмайды. Құлағы шұнақ, сөйте тұра зақор намысшыл. Тапал денесі тығыншықтай тып-тығыз. Құдай бой берсе де көкбөрінің дәл өзі олар еді. Сірә шешесі мәстек, әкесі есектей төбет болса керек. Тышқан бір мая шөпті көтер алатын деуші еді. Иттің ұрғашысы мәстек жаратылса да есектей төбеттің өзімен көңілдес бола беретін көрінеді. Ал иттің еркегі мәстек болып ұрғашы есектей болғаны ебедейсіз, бұл сор. Адамдар болса амалын табар еді. Мұндайда итті Құдай икемсіз жаратқан. Көз алдына Динго сұлу өсіп келеді. Бірақ айлық болса да қазірдің өзінде алапардан еңселі. Ал енді кеменіне келіп бойжеткенде не болмақ? Қаншықтардан жол болмаған алапар Динго сұлуды ас үстіне түсіп аймалап бақты. Үстіне шыбын қондырмай қориды. Тіпті Жако мен Иликодан да қызғанатын шығарды. Қалыңдығы екені күмәнсіз. Бірақ итте болса озбырлығы жоқ, қалыңдығына балиғатқа толмағанын біледі. Әзірше ол баласындай бағып жатыр. Тіпті сүйек саяқ сорпа суға да таласпай алдымен Дингоның тойған тосады. Енді келе-келе алапардың өзі Дингоның баласындай болып қалды. Алыстағы Австралиядан тараған тұқымдардың не кереметі бар екен кім білсін. Динго ертектегі дәулердей күн санап өсе берді. Шоқтық жалы күдірейіп, екі саны жүндес қодастай желкілдеп, түгі қалыңдап кетті. Мына бәле қырғыздарының қодасы сиырындай болатын болды ғой деп отағасы таңдай қағып басын шайқап қоятын болды. Бұйырса сүтті болады деп иықтайды көрші құрдасы қалжақбас Керім Сейіт. Жүнінде қырық баласың. Ақыры аяғым ауырып тізем сырқай деуші едің. Мұның жүннен тоқығаншылық таптырмайтын емдейді ғой. Сөзің құрысын деп жақтырмады отағасы.
Базарға апарып сатса күшіктері де қымбат көрінеді деп шымшылдай түсті титтейінен бір өскен құрдасы. Осы бастан айтып қояйын, бұл қаншың әлімін дегенше бойжеткелі тұр. Құда түсіп сырға таққаным болмаса, менің төбетіме ұзатасың. Құрып кет, төбет өзімізде де бар деп қойды отағасы қабақ ашылмай. Құрдасы қылжақпас Керімсейіт санын чабаттап шалқалай күліп, гүлқайыр көмкерген сәкіден құлап қала жаздады. Әй Сайқымазақ, немене сонша қатынның ұл тапқандай деп түйіліп қалды отағасы. Жоға, мынақ Керім қаншық сенің ергежейлі төбетіңді менсібейді ғой, бұған менің таймас арланым лайық. Алапар да ақсын жібермеді. Қаһарланып қадалса, таймасының талқанын шығарады. Отағасы намысын жібермеді. Біреуі мысығын жаман десе, біреуі қаны басына шапшитын қазақпыз ғой. Қараптан қарап отырып, айдың күннің аманына көрші құрдастар кіржіңдесті де қалды. Осыдан көр де тұр. Шаптан түрткіледі қалжақпас Керімсейіт, көрші бұл қаншығың таймастың қатыны болады, ал алапардың таймастың қанжардай аузына кетеді. Осыны айтып шілденің күнінде бұтына мақталы шалбар, басына тозған құлақшын киіп жүретін қылжақпас Керімсейіт көлеңкелі сәкіден түсіп, үйіне қарай талтаң басып, рыжия күліп кете барды. Сөзің құрысын деп отағасы қабағын түйіп, көршісі өз қақпасына кіріп кеткенше соңынан қарап тұрды. Шынында да осы дуапайттың айтқаны келіп жүрмесін деп кәдімгідей ойланып қалды. Сөйтіп ұрғашыға зар болған, өзінен әлдегілерден қақжау көрген ұрғашыға бола бір көзінен айырылып қор болған алапарға бұл жалғаншы дүние бір қалыңдықты күшігінен дайындаған сияқты еді. Динго кішкентайынан сол алапардың бауырында өсті. Әрине, алапарды байым болады деп те сезген жоқ. Алапар оны қатыным болады деп те білген жоқ. Динго әлі нәресте еді. Ит затында да иман бар шығар, алапар оны ұялатындай сезінді. Бірақ ит ғұмыры қысқа, сондықтан болар тез жетіледі, тез піседі. Келте ғұмыр иттерге оралыңның барында ойна да күл деп сыбырлайтын шығар. Содан да болар жаңа малқораның бұғатындағы мұз сүңгіден тұмсығына бір тамшы тарс ете қалғанда, Динго өзінің бүлдіршін дәуіргеніп бой жетейін деп қалған түйсінді. Бүлдіршін көзін сүзбесе де, буыршын жібін үзбейді. Динго өзін аяғымен түртіп, тұмсығымен сүйкегенде жалғыз көзді алдап алапар неге екенін өз де түсіне алмай, тұла бойы бұлантайлап ерекше бір қуаттан ширға түрегеледі. Біліп істесе де, білмей істесе де, бірден Дингоның туа сала шорт кесіп тастаған шола құйрығын ары-бері иіскелеп жаланып қоя береді. Келте құйрығы тыным таппай шыжындап, Дингоны шыр айналып үсті-үстіне түсіп мәжін болып болды да қалды. Динго қылымсып онымен қақтығысып, қақпақтай омырауымен оны қағып кетіп, ойқастап ойнағысы келді. Сөйте бірін-бірі қақпайлап, огородтың аяқ жағындағы сәмбі талдың жықпылына кіріп кетті. Тығыншақтай доп-домал алапар рәсеңке допша домалайды. Аяқтар арбиған ақал текедей Динго арсалаңдап, алапарды керіскедей кеудесімен қағып кеткенде байғұс мәсте құлап құлдыраңдап қайта тұрады. Алапар Дингоның үстіне қарғамаққа әлденеше рет талпынып көрді. Жалғыз көз оттай жанып, езуінен сілекей ұшы болып асылады да сырғанап кете береді. Енді жеттім дегенде тағы сырғанап түседі. Динго болса оның бұл өнімсіз әуресіне күлгідей болып, азу тістері көріп, иттер жидады. Кекеткен екені, яки өкінген екені белгісіз. Менен кінә жоқ дегенде көздері кілмейді. Тең-теңмен, тезек қабымен деуші еді. Бақа мен бақа бар, құмырсқа мен құмырсқа, бұлдырық пен бұлдырық бар. Адамдар әп-әдемі тап-таза денені былғаған үшін Алла тағала оны топан сумен тазалап тастамақ болып, адамзат жан-жануар, өсімдік, зат, мақұлқат тұқымы үзіліп кетпесін деп ең тазасын алданып, адалын таңдап кемеге мінгізіп аман алып қалуды Нұх пайғамбарға табыстаған ғой. Нұх пайғамбар Алланың бұл жарлығын абыроймен ақтап шығып, топан су қайтқанда Нұхтың кемесі Қазғұрт тауының басына қайырылды. Әуелде әп-әдем болып тазарған дүние бара-бара қайтадан кірлене бастады. Зіл сияқты алыптар мүлде жойылды. Піл сияқтылар ілер азайды. Адамдар, аңдар ұсақталды. Соның бір көрінісі алапар. Алапардан ескетті. Аңсар азабына түскен сонша Жако мен Ильконың итаяққа құйып кеткен сүйек саяқ жуынтысына да қарамай, есі дерті Динго болып, соның жолында құрбандық шалып кетердей көбірек айналады. Итаяқтарды жуындыны Динго жалғыз өзі шыбылдатып ше бастағанда, алапар оның мазасын алады. Дингоға тағы бір асуға ұмтылып әрекет жасамақшы болғанда, итаяқ төңкеріліп кетіп, жуынды төгіліп қалды. Енді Динго кербезденіп шылаңдап көше жаққа шыққан.
Артынан тымыңдап тіл салақтап Алапар қалмаған. Көршінің көк қақпасының алдында дөңдей болып дүрдиіп Таймас шоқиып отыр екен. Қағынғыры иісшіл залым екен. Бірдеңені сезе қойды. Көшенің арғы бетіндегі солдатбайдың дүбәрасы тазысы да созалаңдай тұрып, тұмсығын көтеріп жел жаққа құмарлана иіскеп дүр сілкінді. Сол-ақ екен, орыстар айтатын «Собачья свадьба» деп. Свадьба басталды да кетті. Таймас пен Желаяққа тағы күш төбет қосылды. Айда, көшенің қақ ортасында иттер тойы қысында кетсін. Алдыда Динго, сонан соң Таймас, Желаяқ, қалғандар соңында бәрі үміткер. Алапар тыпыр-тыпыр барын салып Таймаспен қатпалдаса береді. Бойынан тіл ұшын салақтап кетіпті. Таймас соған саған не жоқ дегендей 2-3 рет тілдене қарғап сес көрсетіп еді. Одан Алапар қақпады. Қалыңдық біреу күйеу көп. Көшені ширлай иттер тойы кешке жаққан балалар да доп ойнайтын тас тақыр алаңға барып дамылдады. Бәрі де жау жаратқандай сұлай түсіп, бүйірлері солықтап қалған. Жайшылықта ошақ басын аңдитын төбеттер өз итаяқтарында ұтқан. Алапар мына бақталасты жайрап жатқанын, әрі Дингоның жері бауырлап аласарғанын пайдаланып қалғысы келді ме, байғұс қаншыққа тұра ұмтылып бөксесіне артыла кетті. Бұл Шатоның арманы еді. Динго жақтырмай бұл қайсысы дегендей мойнын бұрып, Алапар екенін көріп, оны аяп кетті. Аяп кеткенде елдерге қарап долданбай-ақ бәлденбей-ақ көзін жұмып жата берді. Сол-ақ екен, әлдебір қыбыр-жыбырды сезген Таймас екі көзі қанталап орнынан атып тұрып, Алапарды көк желкеден жұлқып тулақ құрлы көрмей лақтырып жібереді. Соншалықты дүлей күштен, қанжардай өткір тістен тайсалған жүрек шайлаған Алапар ма? Ай сабазым-ай, лақтырған тарғыл тастай зымырап, Таймастың алқымынан ала түскендей, тайыншадай арланның өзі омақа құлап, жер қауып қалды. Бұл Таймас Алапардың ата жауындай ғой. Сол сәтте оның есіне өзінің оң көзін ағыз жібергені түсті ме екен. Дингоға өлердей құмартып өзімдікі деп емдеп жүргенде Таймастың көлденеңінен қозғалған зорлық өтіп кетті ме екен. Әйтеуір Алапар бұл соғысқа соңғы әл дәрменін сарқа салды. Кім біледі, Алапардың жағы қарысқан қалпы, азу тістер Таймастың алқымынан ажырамаған қалпы қала бергенде Алапар Таймастан өлердей өшін алар ма еді. Таймас қырылдай бастаған. Бірақ иттің аты ит, әділет пен әділетсіздікті ажырата бермейді. Алапарға әуелі дүбәрә тазы Желаяқ жармасты. Тауықтың жұмыртқасын ұрлап жегіш сүмелек ақтөс жармасты. Әрідегі ұры қақпадан шыққан сабалақ жүндес бөрбасар тиісті. Бір жақтан біреуі бір аяғында, біреуі екінші аяғында, үшінші шекесіне жабысып, ырылдасып, қырылдасып, Алапарды көкпарша тартқылағанда жердің шаң көкке көтерілді. Ақыры Таймас та Алапардың аузынан алқымын ажыратып алды. Ол енді Алапардың әлгі әдісін өзіне қолданып, астаудай аузын аласайттың тамағына аямай салды. Төртеуі жабылып төрт жаққа тартқылағанда Алапарды амалы бітіп, соқыр көзінен сорасы ағып, тынысы тарылып, екі езуінен бұрқаған қанды көп атқылай бастады. Ит жанды деген рас шығар. Алапар әлі тыпырлап, әлі де бұлқынып, әлі де өлгісі келмей жанталасты. Бір сәтке сол сұрапыл сойқан соғыста бір сәтке оқшау тұрған Дингоға жалғыз көз түсіп кетіп еді. Қырылдай қыңсылап жіберді. Көзі қарасына қыңсылағанда осының бәрі сен үшін ғой деген нала бар еді. Сонда барып теңгесіне әлдене түскенде дір ете қалды да, қолдас жүндері дүрліге тікшиіп, азуларын ақситып, ақыра әуел Таймасты, содан кейін Желаяқты, содан соң бөрбасар мен ақтөсті жан-жаққа лақтырып жібергенде мықты мысыған күйлер әр жерде шашылып, шаңға бір аунап, түрегеліп аң-таң болып аңтарылды да қалды. Динго керіліп жатқан Алапардың аузындағы қызғылтым көбікті, соқыр көзден аққан қанды жасты жалап тұр дегендей тұмсығымен түрткіледі. Алапар жалғыз көзін әрең ашып Дингоны көрді. Биіктен көгіл аспанды көрді. Жалғыз көзі Дингоға әлде өкініш, әлде риза пейілмен жәудірей қарады да қайтадан жұмып кетті. Тұрқы тұтамдайғанда денесі кенет ұзарып кеткендей керіліп барып дір-дір етті де тым-тырыс тына қалды. Әй құрдат, қашан теріс қарай бересің, кешір мені енді, әншейін қалжыңдап едім ғой, қу тілім болмаса зілім жоқ қой, өзің білесің, деді керімшейіт кінәлі кейіппен. Отағасының арқасынан сипалап жүзін төмен салды. Жаздың шылыңды шілдетте Динго 5 күшік туды. Отағасы бастарға оқыған төртеуін сұраған жанға беріп жіберді де, ішіндегі ең шынжау үшіккөдей ғана кішкентайын өзі алып қалып, атын Алапар қойды.